Қайырлы күн. Биыл зергелі сөздің зерделі иесі, қазақ поэзиясының биік шыңы, ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың туғанына 95 жыл толады. Мұқағали Мақатаев қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі, ұлт руханиятының ірі тұлғасы. Ол 1931 жылы Алматы облысы Райымбек ауданы Қарасаз ауылында дүниеге келген. Қарасаз атауы Мұқағали өлеңдерінде 20-дан астам рет кездеседі. Қарасаз ақын жырына арқау болған оның өмірлік әрі рухани мектебі. Туған жерге деген махаббат Мұқағали поэзиясының негізгі өзегіне айналды. Мұқағали қазақ поэзиясына терең философиялық ой, таза сезім, шыншылдық пен адамдық биіктікті әкелді. Оның өлеңдері ана мен бала, махаббат, тағдыр, тіл мен отан тақырыптарын қамтиды. Ылғи асылған күнім бар, менің түнім бар, өзгеден ұрлап жасырған өзіндік менің мінім бар, түзетер соны кімің бар. Тар кеудемде өшпеген, талықсып шыққан үнім бар, көктеген бірақ өспеген бағымда раушан гүлім бар, тыңдайтын үнді кімің бар, мәпелер гүлді кімің бар. Тамылжып тұрып сөйлесең, тамағың бұлбұл тілің бал, суықта қалдым жейдешең, көзіме қара мұңым бар, сезінер мұны кімің бар. Көрсетпе маған жасуды, көретін алда күнім бар, ауырлап жүрмін басымды, айықтырар кімің бар. Мұқағали тірі кезінде толық мойындалмаса да, бүгінде оның шығармалары 40-тан астам тілге аударылған. Оның өлеңдері жүректерге жол табатын мәңгілік мұра.